Қайтыс болған жақын туыстарыңызды түсіңізде көрсеңіз, бұл бейжай емес. Видеоны көрмес бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біріншісі, егер де қайтыс болған жақын туыстарыңыз түсіңізде қуанып жүргенін, көңіл күйлері жақсы, риза болып жүргенін, немесе үстінде ақ киімі тап-таза, үсті басы тап-таза болып көретін болсаңыз, онда олардың жағдайлары жақсы деген сөз. Екіншісі, егер де түсіңізде қайтыс болған жақын туыстарыңыздың көңіл күйлері өте төмен, ренжісіп жүр, немесе бір нәрсені сөйлейін десе, олардың аузын біреу ұстап тұрғандай болып жатса, онда олардың атына көп-көп садақа беріп, дуа жасап, Құран оқып, бағыштаған жөн. Үшіншісі, түсіңізде қайтыс болған жақын туысыңыз сізге келіп жатса, немесе сізге бір нәрсе айтайын деп жатса, немесе сізді өзіне шақырса, сізге айқайлап жатса, бұл сіз өмірде бір ауыр күнәні жасап жүрсіз, соны тоқтата алмай жатқаныңыздың бір белгісі. Яғни өмірде қандай да бір күнәні тоқтатпай жасап жүрген болсаңыз, бұл соны тоқтат дегенде бір сигналды білдіреді екен. Жалпы видеоның соңына келдік. Қалған түрлі түстер көрсеңіз, олардың бәрі жақсы деген сөз. Ал бірақ жаман түс көрсеңіз, оны ешкімге айтпаған жоқ. Жалпы бүгінгі айтылған ақпарат бұл барлығы ғалымдардың кітаптарда жасаған болжамдары, қатты бұл шын нәрсе деп қаттылай бір сенімге берілуге болмайды, өйткені исламда түспен үкім жүрмейді деген сөз бар. Сондықтан, егер де видео пайдалы болса, бізге лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіздер, және басқалармен де бөлісіңіздер. Алла баршаңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум.